Күнгей Саяқ Балқаш көлінің солтүстік жағалауында орналасқан ұсақ шоқылы өңір. Асты толған кеніш. Саяқ аумағы солтүстік батыс бағытта көл жағалап отырып 60 шақырымға дейін созылады, ені шамамен 40 шақырымдай болады. Күнгей Саяқтың Балқаш жақтан басталатын бас жағы қыстақ, аяғы жайлау болып келеді. Саяқ кентінің солтүстік батыс беткейінде орналасқан Шеңгелді, Омар, Шойынбай, Сұлуқұдық өзектері Дөненбай жазығы де аталады. Өзек бойы сылдырап аққан бұлақ, көктемде қар суымен толады, шөбі шүйгін, мал жайылымдарына қолайлы алқаптар. Балқаштан Саяқтың кіре берісінен батыстан шығысқа қарай Омар өзегі басталады. Оң жағында тамдар бар. Сол жағында көне қорым, ескі зираттар көп. Мынау зираттар енді. Омар өзегіндегі, е? Аха, Омар өзегі. Енді кішкентай бәрі құлап түсіп кеткендер ғой мынау. Үлкен қорым болған кезінде. Көктемде осылай бетін жаба салған ғой тастың. Иә. Төбенің басында да тұр міне. Обағы мысалға. Бұл енді мына Күнгей Саяқтағы өзек қой, Омар өзегі. Құшшылар ғой. Омар өзегінен кейін Шеңгелді басталады. Өзі жеке отырды ма, или бір совещание жүргізді ма? Содан қалған ғой енді төрет алды. Біз отырған жер ғой, Төрет алды қазір енді Шеңгелдіге қарай біздің қыстап түсіне бірақ шығады. Жаңағы қалың қорым бар ғой, қалың зират. Күнгей Саяқтың ең ұзын өзегі осы Шеңгелді. Балқаштың көліне дейін барады, көктемде тасыған қар суының селі Балқашқа дейін ағып барады. Бір сөзбен айтқанда Шеңгелді сулы жер. Шеңгелдідегі қыстақтың басында да үлкен қорым құшылардың ескі зираттары, кейде шалғынды, көделі жусанды, маңыраған малдың жайлы өрісі. Шеңгелдінің оң жағында Қалмақ Емелге қарай Дөненбай жазығы жатыр. Бұл жерде Рымқұл би, Қараш батыр, Дөненбай, Сәурікбай қорымдары бар. Заманында бұл жерлерде Әбілпей сұлтанның табын жылқылары мен түйелері қыстап шыққан. Бұл жердің ашысы да бар, көдесі де бар, малға жайлы өріс. Кезінде бүкіл Шұбартаудың жылқылары Күнгей Саяқта қыстап шыққан. Қар қалың болмайды, ну шидің арасында. Боран болмайды, қалың жылқы ықтап жататын. Мысалы өткен ғасырдың 80 жылдары Емелтаудың 4000 жылқысы Күнгей Саяққа түсіп, Шеңгелді өзегінде қыстап шығатын. Сонда Жақиян облысқа әкім болып келгенде, осы уақытта 4000 жылқысы бар, не деген шаруашылық деп Емелтауға өзі келіп көрген екен. Емелтаудың бас бұқалтыры ол кездері Жұманов Мақар ағамыз еді. Күнгей Саяқтың қыстақтары, жайлаулар мен шабындықтары туралы мәліметтер бере кетейік. Ең алдымен Құшшы руынан Жүнісбек ата, Жәкетай ата, Сыламбек ата, Отархан ата, Сергебай атаны атап өтеміз. Одан кейін Мамадайыр Өмірзақтан Нұрланбек ата, Мұхтар ата, Сейітқан ата, Жапар атаны, Боранан Жұмағали атаны, Дейіт Қасымбек ата, Сабаншы Бөлеген ата, Қалмақ Абдолла ата, Мамашық Ысқақ ата, Игенбаев Қаскен ағалардың шабындықтары болғанын да атап өтеміз.